Каспий жаңа есімдерді ашуда. Қазақстандық инновациялық компания отандық тынық тобын қолдап, музыканттар туралы қысқа метражды фильмнің түсіріліміне демеуші болды. Премьера қарашаның соңында режиссер Айсұлтан Сейітовтің Ою Лайф жобасының YouTube арнасында өтті. Толығырақ тілшілеріміздің репортажында. Біз солтүстік Қазақстаннан шыққан тынық музыкалық тобымыз. Біз ешқашан атаққа ұмтылған емеспіз дейді топтың вокалисі Нұрсат Басболатов. Алайда атақ оларды өзі іздеп тапты. Топ қазақстандық режиссер Айсұлтан Сейітовтің Ою Лайф жобасына қатысты. Молданазар, Джахалип, Иван Дорн, Скриптанит, Мияги мен Энди Шпиль, LJ Offset, рэпер Kanye West, Джорджи Айсұлтан жұмыс істейтін жұлдыздардың тізімі осылай жалғаса береді. Тынық тобы бұл керемет музыка, инди-поп жанрындағы шығармашылық. Олардың музыкасын көпшілік тыңдап, қолдағанын қалаймын. Егер біздің деректі фильмді көрсеңіздер, олардың қаншалықты жарқын, таза және ақылды жандар екенін байқайсыздар. Бірі химик, бірі лингвист. Олардың бәрі өте терең ойлы адамдар. Жас топ өз жолын енді бастағанына қарамастан, қазіргі қазақ поэзиясы мен музыкасының ерекше үйлесімі олардың шығармашылығын бірегей және қызықты етіп көрсетіп отыр. Дәл осыны Каспий кезет байқап қолдау көрсетуге шешім қабылдады. Қазақстандық инновациялық компания музыканттар туралы қысқа метражды фильмнің түсірілімдерін қаржыландырды. Бизнес креативті индустрияны қалыптастыруға ат салысып, синергия қалыптасқанда ғажап нәрселер жасап, ерекше фестивальдер өткізіп, жаңа тұлғалар мен есімдерді ашуға болады. Бұл өте керемет, әркім өз әлемінде жүрмейді. Бірге осы әлемді жақсартуға мүмкіндік береді. Каспий кезет миссиясы сүйікті клиенттердің өмірін жақсартатын, инновациялық өнімдер мен сервистер жасау. Сонымен қатар компания көптеген жылдар бойы спорт салауатты өмір салты мен музыка төңірегінде адамдарды біріктіретін жобаларды қолдап келеді. Көкірегім барлық ауруларын тегістеліп, елесінде бағым оныз қара белес, оның пара-пара шетелерге тартты. Жақында Каспий кезет басшысы және негізін қалаушылардың бірі Михаил Ламтадзе мен режиссер Айсұлтан Сейітов кездесіп, ары қарайда жұмыс істеу туралы шешім қабылдады. Ақтоты Жұмабек, КТК.